Енді Рамазан айында садақа береді, зекет береді, ауызашар береді. Рамазанда бір істеген істі 700 есеге дейін сауабы артатын жайында уәде етілген. Уақыты келген кезінде оразамен бірге зекетті беруді жаңағы жомарт жандар әдеттенген. Парыз болған зекетті жылға жеткізбей ертерек берсе жақсырақ, ең жақсысы сол. Бір жылдан асырып жібермей, жаңағы мерзімі жетпей тез арада берген дұрыс болады деген негізі зекеттің абзалы. Зекеттің мағынасы арту, көбею деген мағынаны білдіреді екен, тазару деген мағынаны да білдіреді екен. Ал енді кімде-кім жаңағы мал мүлкін тазартпаса, оның малы жаңағы не болады? Ол лас болып саналады екен, таза болмайтын болып саналады екен. Сондықтан да уақыт сағат келген кезде мал мүлкіне зекетін берсе, мал тазарып тұрады екен. Оразаның ішіндегі берген әрине зекет өте сауапты болады. Оны жаңағы тек қана оразадан оразаға сақтап қоюға тағы болмайды. Мерзімі жетпей, уақытына бір жылға жетпей беріп отырған ол дұрыс.